Армысыздар, қайырлы таң. Көңіл күйлеріңіз қалай сіздердің? Менің көңіл күйім оң. Керемет, тамаша, басқаша болуы мүмкін емес. Өзімнің көңіл күйімді жасайтын тек қана өзім. 10 мамыр, махаббат болу. Әр адамның өзінің эмоциясы бар. 10 жыл, 20 жыл бұрын сіздің өміріңізде бір жаман оқиғалар болды. Сіз соған байланасыз. Біреулерге айтып бересіз. Оны өзіңіз ойлап жүресіз. Кезінде болған жаман оқиғаны қазіргі өміріңізде қайталап жатырсыз. Оны басқа да емес, өзіңіз қайталап жатырсыз. Қайта өміріңізде болдыртып жатырсыз. Яғни тренировать етіп жатырсыз. Мұның арты неге апаратын білесіз? Енді сол эмоцияны денеңізден алып тастайсыз. Сол жағдайдан шығасыз. Осы кезде сіздің энергияңыз, күш қуатыңыз өзіңізге қайтарылады. Эмоция бәсеңдейді, оны бұзасыз. Жаман, негатив эмоцияны сезінгіңіз келсе де сезіне алмай қалатын деңгейге жететін боласыз. Әрине, оның неше түрлері бар. Психологиялық көмек алу, гипнотерапия алу, таңдай ерте тұрған бойда ешқандай ойды кіргізбей бірде медитация жасап кету, ол жаққа бару медитациясын, тағы түрлерін жасау, салауатты өмір салтын сақтау, бірден далаға шығып жүгіріп кету, энергияңызды көтеру, осылай көңіл күйіңізді көтеру. Осы кезде сіз дамай бастайсыз. Сіздің ағзаңызда окситоцин гормоны көп мөлшерде бөлініп, артерия жүректі ашатын болады. Осы кезде махаббат сіздің жүрегіңізге орнайды. Махаббат сіздің жүрегіңізге орнаса, сіз кемшілігі жоқ жан болып қаласыз. Ашуланбайсыз, ренжімейсіз, болашақты уайымдамайсыз, өткенге өкінбейсіз. Осылай сіз өзіңізді табасыз. Сіздің жүрегіңізде махаббат сезімін тудырып тұрған кім? Өзіңіз. Ешкімге байланбай, ештеңеге байланбай, ішіңізде махаббат бар. Оны ешкім алып